Бәріне сәлем, менің есімім Ақерке. Бүгін сіздерге медицинадағы выгорание жайлы айтамын. Кез келген сіз студент болсаңыз да, дәрігер болсаңыз да, выгорание ол медиктер үшін қалыпты. Себебі медицинада ақпарат өте көп, ақпараттың көптігі, мұғалімдердің сізге давкасы, одан кейін егер дәрігер болып істейтін кезде дәрігерде пациенттердің әңгімесі, пациенттердің жалобысы, сол сияқты қағазбастылық деген сияқты жұмыстардың бәрі сізді выгоранияға алып келіп отырады. Яғни студенттерде болатын выгорание ол ақпараттың көптігін қорыта алмау, клиникалық ойлаудың болмауы, сабақты бір-бірімен байланыстыра алмау, сессия уақыт жақындаған кезде бүкіл ақпаратты бір күнде оқып біте алмау деген сияқты. Сессиядан құлап қалсам не болады деген сияқты әңгімелер. Одан кейін жоғарғы курс болған сайын сіздерде медицина точно менікі ма, менікі емес па, 7-ші курс болсам да әлі мынаны білмеймін ба, қарапайым затты білмеймін ба деген сияқты. И мұғалімдердің де айтатын сен жақсы дәрігер боласың ба, осында білмей тұрсаң, сен адамдарды қайтып емдейсің деген сияқты көптеген әңгімелері болуы мүмкін. Мен білем, сен білмейтінді деген де мұғалімдер болған маған. Выгорать ету медицинада ол нормальный нәрсе. Себебі сіз үнемі мықты адам болып жүре алмайсыз. Яғни белгілі бір сәттер болады, сіздің көңіл-күйіңіздің түсіп, өзіңізбен өзіңіз қалғыңыз келетін кездер. Ондай кезде өзіңізге уақыт беріңіз. Мысалы, мен бір апта медицинаны ойламай, тек өзім на расслабоне, на чиле жүрем деген сияқты. Ұйқыңыз келсе ұйықтаңыз, ән айтқыңыз келсе ән айтыңыз, билегіңіз келсе билеңіз. Солай бір апта өзіңізге уақыт беріңіз. Ол бір апта мен өзіме айтып жатырмын. Кейбір адамдарға бір күнде жеткілікті болуы мүмкін, 2-3 күнде жеткілікті болуы мүмкін. Бірақ бір аптадан кейін міндетті түрде өзіңізді қайта қолға алыңыз. Себебі ұзақ уақытқа созылған депрессия ол психикалық ауытқулардың, шизофренияға алып келуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде өзіңді қолға алу керек выгорание уақытысында. Қазір сессия уақыты жақындағандықтан көп студенттерде 15 апта бойы оқыған заттарын бір күнде тапсыру қиыншылық тудырып жатады. Мен де онымен келісем, сіз 100% 15 аптаға бойы оқыған нәрсені 100% білмеуіңіз это норма. Ол барлығында сондай. 100% білдім деген адам, мұғалімнің өзі де айтады ғой. Мен 100-ге өзім де білмеймін деп мұғалімдер айтады ғой, дәл сол сияқты. Бірақ сіз ең бастысы өзіңіздің қолыңыздан келген әрекетті жаттаңыз. Тест берілді ма, уақытылы жаттаңыз. Ауызша сұрақтар берілді ма, оны да бір-бір қайталап шығыңыз деген сияқты. Уақытым жетпей жатыр деген ол тек соңғы күндерге қалдырған адамдарда ғана болады, шынымды айтсам. Себебі неғұрлым ертерек бастасаңыз, соғұрлым өзіңіз де жақсы дайындықпен дайындаласыз. Одан кейін сессиядан құлап қалсам не болады? Сессия уақытысында іштің ауруы, қатты уайым, депрессия ол да қатты керек емес. Терең дем алып, терең дем шығарыңыз, одан кейін дайындығыңызды бастаңыз. Сессияға кірердің артында қатты қобалжымау керек. Себебі қобалжудың әсерінен сіз біліп тұрған затыңызды ұмытып қаласыз. Одан кейін 5-ші және 7-ші курстарға шпор немесе микронаушник тағы да басқа заттар шығып жатыр ғой әртүрлі, сонымен кірмеуді кеңес беремін. Себебі сіз кірген кезде ұсталып қалатын болсаңыз, құр босқа 5-ші курста қалып кетуіңіз мүмкін. Себебі бізде 5-ші және 7-ші курста лето деген нәрсе жоқ қой. Тек кейбір универлерде FX қайттан тапсыру берілуі мүмкін, егерде шектік балл жинайтын болсаңыз. Ал кейбір универлерде қайттан тапсыруға рұқсат берілмей-ақ, әсіресе микронаушниктер қайттан тапсыруға рұқсат берілмей-ақ, қайттан бір курсқа қалып кетесіз. Сондықтан сіздерге шпор, тағы да басқа заттармен кірмеуді ұсынамын. Ол үшін өзіңіз жақсылап дайындалуыңыз қажет. Одан кейін сессиядан құлап қалсаңыз, анау айтқанда ештеңе болмайды, өмір жалғаса береді. Сіз сессиядан мысалы 49 алғанға дейін өмір қалай жалғасты, басқаларда да солай өмір жалғаса береді. Сондықтан сіз де өзіңіздің өміріңізді жалғастыру үшін қайттан жақсылап дайындалып, қосымша жұмыс істеп летоға ақша тапсаңыз да әйтеуір солай
жаңағы ситуациядан шығуға болады. Ойбай, мен 49 алып қалдым, енді қайтем деп аңырап, жылап, өз-өзімен зиянды заттар жасаймын деп керек емес. Себебі сіз ситуацияны одан әрі ушықтырасыз. Сізге сеніп отқан отбасыңыз бар, жаңағы өзіңіз барсыз. Дұрыс жолынан қарап, дұрыс жолынан шешуге ұмтылу қажет. Себебі жылап сықтау арқылы, басқа да іс-әрекеттер арқылы сіздің 49 алғаныңыз өзгеріп кетпейді. Сондықтан оның басқа жаңағы дұрыс жолдарын шешу керек. Лета болса летасын оқып, қайта тапсыру керек болса қайтадан жақсылап дайындалып өтіп деген сияқты. Одан кейін жаңағы айттым ғой, жоғары курстарда медицинаны тастап кетуге 1-2 ғана қадамдар қалған кездер болады. Мысалы диплом алудың алдында. Бірақ диплом алып жаңағы шығуды ойлау керек деп ойлаймын. Себебі 7 жыл өміріңізді бір сәттік бағанағы шешімге байлап тастап кету дұрыс емес. Себебі сіз 7 жыл оқыдыңыз, дипломыңызды алып, одан кейін бағанағы басқа мамандыққа кеткіңіз келсе, кете беруіңізге болады. Себебі диплом алмай кетіп қалу мен үшін, былай қарап тұрсам, бір ақмақтық сияқты да. 7 жыл өміріңді арнаған заттан просто жемісін көрмей кетіп қала салу деген. Медицина әйтеуір бір плюсын береді. Мысалы, мен медицинадан кетіп қалсам да, мен өзімнің жаңағы отбасыма, бала-шағама қандай дәрі беру керектігін, қалай емдеу керектігін, қалай механизм жүріп жатқандығын, көшеде біреуге жаңағы талып қалса, шоққа түсіп қалса деген сияқты жағдайларда қалай көмек көрсету алу керегін мен білемін да. Сол үшін медицина негізі әйтеуір бір жақсы нәрсені беріп кетеді. Сондықтан жаңағы одан кейін мақұл, сіздер күшті болып бәрі бітірдіңіз, бірақ жаңағы дәрігер болып жалғасқан өмірлеріңізде де осы выгорание болуы мүмкін. Себебі білесіздер, алғашқы резидент болып жұмыс істеп жүрген кезде сізге барлығы істі сізге сырып қояды. Документті де сіз жазасыз, жұмысында сіз істейсіз, түнгі жаңағы 9-10-да қайтасыз, ночқа да сіз қаласыз деген сияқты. Еще сізге 123 мың ғана төленеді да, басқаларға қараған кезде, басқа жоғары врачтарға қараған кезде. Сондықтан бұл кезде де күйзелістер болады. Сондықтан әр этапты өз-өз былай налегке өту керек деп ойлаймын. Себебі жаңағы қатты уайымдап, мен тек оқу дей беретін болсаңыз да, ол дұрыс емес. Себебі сіздің жаңағы қоршаған айналаңыз тарылып қалады да, араласатын адамдарыңыз да жаңағылай тарылып қалады. Сондықтан баланс ұстауға тырысу керек, бірақ қатты беріліп кетпеу керек оған да. Қыдыратын кезде қыдыру керек, оқитын кезде оқу керек. Себебі бұл студенттік өмір сіздің ең керемет шақтарыңыздың бірі. Одан кейін жаңағы резидентураны бітіргеннен кейін де бастапқы жылдары сізге аз айлық төленеді. Ол жағынан да сізде қиындықтар болуы мүмкін. Әсіресе ер балаларда, қыз балаларда да болады. Қыз балаларда да жаңағы отбасымен жұмысты екеуін қатарынан бірге алып жүру деген сияқты қиыншылықтар кездесіп жатады. Ол кезде де сіздерде жаңағы күйзелістер болып тұрады, болмайды емес. Сондықтан бұндай кезде бастысы өзіңізге уақыт беріп, жаңағы сүйікті істеріңізбен айналысу, сүйікті жақын адамдарыңызбен араласу арқылы сіз осы күйзелістен шыға аласыз. Себебі сіз күйзеліске түскен сайын өзіңіз құрдымға кетесіз ең соңында. Сол үшін де осындай жағдайлар кездесіп жатады. Бұрын ойлайтын едік қой, ойбай, ОБТ-дан өтсем болды, медицинаға түссем болды, мен өмірім бағанағы жеңілдейді, жақсы болады деп. Одан кейін барып түсіндік қой, сессияның жаңағы ОБТ-дан да қатты дайындықты талап ететінін, әрбір сессия, әрбір госэкзамен, әрбір ОСК бағанағыдай ОБТ-дан да қаттырақ бізден күш-қуат талап ететінін, еңбек талап ететінін. Дәл сол сияқты медицинаны бітіргеннен кейін де сізде резидентурада да одан да көп әрекеттер талап етіледі. Одан кейін дәрігерлік кезде жауапкершілігіңіз пайда болады. Дәл сондай өмір жалғаса береді. Мен бұл видеомен сіздерге медицинаны қиындатқым келмеді. Тек қана осылай медицинаның жаңағы розовый очки шешіп тастап, тікелей көзқараспен айтқым келді да. Күйзеліске түсудің көп қажеті жоқ. Өзіңізге уақыт беріңіз, дем алыңыз, баланс ұстауға тырысыңыз. Жұмыста да бәрі жақсы болады.
жаңағыдай айтылған ғой, бір адамның орнын екінші адам басады. Сондықтан мына жұмыстың жауапкершілігін бәрі менде, мен істемесем оны кім істейді, үйге барған кезде тамақты да мен істеуім керек, шайды да мен беруім керек, жұмыста да мен беруім керек деген сияқты ойдан арылыңыз. Себебі сіздің орныңызды басатын адам табылады. Тек өзіңіздің жұмысыңызды жауапкершілікпен тиянақты істесеңіз болғаны. Осымен бәрі деппін ғой. Осымен видеом аяқталды. Сіздерге тек жақсылық тілеймін. Алда келе жатқан сессиялардан сіздерге жоғары балл алуларыңызға тілектеспін.